Сәлеметсіздер ме? Соф сұхбаттың кезекті шығарылымы. Бүгін қонақта Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің нөмірі 10-шы гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Жаңыл Балмұхамбетқызы. Қош келдіңіз, Жаңыл апай. Жаңыл Балмұхамбетқызы. Бүгін мерекелік шығарылым десе де болады. 5 қазан күні мұғалімдер күні мерекесі құтты болсын, ұстаздар күні. Ал енді алғашқы мен әдетте сауалдар қоямын ғой, бүгін тапсырма десек те болады, тілек айтудан бастайық. Бірақ ол тілек айту бұл төңкеріліп тұрған қағаздардағы сөзге қатысты тілек болады. Келістік пе? Бір сөзді таңдаймыз төңкеріліп тұрған қағаздардың ішінен, біреуін таңдаңыз 3 қағаздың ішінен, және соған қатысты таңдай алыңыз. Қай сөз шықты? Айна сөзі шықты. Айна. Қадірлі көрермендер, ұстаздар қауымы, бүгінгі күн жалпы ұстаздар үшін, біздің еліміз үшін, барлық білім мекемелері үшін үлкен мереке. Өйткені биылғы оқу жылынан бастап оқу ағарту министрінің тұжырымдамасы бойынша 5 қазан бірыңғай ұстаздар мерекесі ол тойланып жатыр. Бұл біздің ең ұлы мереке. Сондықтан да барша ұстаздарға үлкен шығармашылық табыстар тілеймін. Енді берілген тапсырма бойынша айна сөзі маған түсіп тұр. Жалпы айна бұл адамның өзінің екінші бейнесі. Жалпы өмірде ұстаздың екінші бейнесі кім десек, ол әрине өзінің оқушысы. Өйткені шәкірт ұстаздың айнасы. Бұл тегінен тегін айтылмайды. Біз қазіргі өзгермелі қоғамда шәкірттерімізді қандай деңгейде дайындасақ, біз соның келбетін болашақта көре алатын боламыз. Міне сондықтан да осы айна сөзінің өзі тегінен тегін алынған жоқ. Өйткені мағынасы терең. Әрдайым бұл күнделікті өмірде былай қарасаңыз, кәдімгі айнамен салыстыратын болсақ, айнаның бетін күнде сүртіп тұруымыз керек. Бұл айнаға көрсетілетін құрмет, ізет, тазалықтың белгісі. Сол сияқты бұл айна сөзінің ұстаздар мен шәкірт арасындағы байланысын көретін болсақ, ұстаз да дәл сол сияқты өзінің шәкіртіне бар жүрегімен, болмысымен, ынта жігерімен, білім нәрін, әдемі тәрбиесін көрсету керек деп ойлаймын. Рахмет. Керемет теңеу, керемет жауап. Рахмет жауабыңызға. Екінші сұрақ. Гимназия. Гимназияны не нәрсеге балар едіңіз? Әрине, кез келген ассоциация десең болсақ, кез келген білім мекемесі бұл күннің шуағы. Өйткені бұл жерден біз еліміздің өсіп өркендеуі үшін, елімізді болашаққа жетелейтін, әлемдік аренада еліміз қатар тең түсетіндей дәрежеге жету үшін ол өзінің ұрпағыменен ерекшеленеді. Олай болса, қазіргі кезең бұл ұстаздарға артылар жүк, жауапкершілік аса жоғары. Сондықтан да бұл гимназия өзінің несімен ерекше, немесе қалай теңеу айтуға болады десек, біз үшін әрбір бала бұл сәуле. Біз соны әдемі нұрландыра алсақ, өзінің жаңағы бар болмысымызбен дәнімізді сеуіп, тамырын тереңге жіберетіндей еңбек етсек, ол нәтижелі болады. Олай болса, гимназияның әрбір ұрпағы бұл еліміздің әрбір кірпішті қалайтын әрбір азамат. Әрбір ұрпақтың өмірде орнын тауып, олардың жақсы мамандық иесі болу, тек маман иесі емес, біздің елімізге қажетті, өте қажетті маман иесі болу,
сол мамандықтың қыр сырын меңгеріп, мен еліме қалай еңбек етсем көркете аламын деген ұлттық рухы бар шәкіртті тәрбиелеу сонысымен ерекше. Сондықтан да бұл гимназия тарихы тереңнен келе жатыр. Бұл гимназияның негізін қалаған осы уақытқа дейінгі біздің осы білім мекемесінің керемет басшылары болды. Сол басшылардың салып кеткен сара жолын біздер жалғастырып, қазіргі заманға лайықты етіп, академиялық дарындылығы бар ұрпақтарды, оқушыларды көріп, соларды дамыту біздегі үлкен жауапкершілік. Әрине, жауапкершілік, өте жауапкершілік. Және де жаңа бір сөзіңізге қосарым, мысалға завод, фабрика немесе бизнес орындары, бизнеспен айналысатын кәсіпорындар, олар өнім өндіреді ғой, иә? Ал мектеп біз адам. Біздің өніміміз адам, біз тұлға тәрбиелейміз. Кеше бір неден қазіргі мына тәрбие тұжырымдамасында толық адам деген ұғым бар да. Бұл толық адам немесе осыған дейінгі кейбір біздің философиялық тұрғыдан алып қарағанда кемел адам деген сөздер бар. Олай болса, әрбір ұстаз толық және кемел адамның бейнесін толыққанды шығару ол тек қана біздің міндетіміз. Өте дұрыс, өте дұрыс, әрине 100% дұрыс. Сол жолда біз еңбегіміз жемісті бола берсін. Енді келесі сауал, сіз өзіңізді қандай басшымын деп санайсыз? Күттіңіз ба бұл сұрақты? Бұл кішкене қарапайым. Жаңашыл, енді мен варианттар берейін. Жақсы варианттар берейін. Жаңашыл басшы, талапшыл басшы, диктатор басшы деп қосып қояйын. Ынталандырушы басшы. Әзірге осы. Енді жалпы ұстаздықтан басталды өмір жолымыз, ұстазбыз. Бұл ең қасиетті, ең керемет, бұл ұғым теңеуді ұстаз. Ал енді бер жағында кәсіби өсу болады, кәсіби өрлеу болады, өзіңнің кейбір қырларыңды көргің келетін тұстарда, әрине бұл өмірлік тәжірибемен біздер басшылық деңгейге келіп отырмыз ғой. Бұл ауқымды, кейде қорқынышты, дауыл сияқты кейде соғатын тұстары бар. Бірақ жаңағы айтқан сіздің ұсынған нұсқалардың ішінде мен үшін жай ғана қарапайым ынталандырушы басшы ретінде өзімді көргім келеді. Өйткені айтылғандар, жаңашыл деген ол әрине мүмкін ол деңгейде жасап жатырмыз, мүмкін жасай алмай жатырмыз. Сондықтан оған мен толыққанды өзімді қоса алмаймын. Бірақ дегенмен де тырысып көремін. Бірақ мен үшін қарапайым басшы болу бұл ең басшылықтың. Сіз дұрыс таңдадыңыз, ынталандырушы, қарапайым басшы. Бірақ сол ынталандыра алатын адам ол жаңашылдыққа да, талапты да жүзеге асыра алады. Қолынан келеді деп есім. Рахмет, көп рахмет. Енді соңғы сауал. Енді мен әрине білесіз, қысқа форматтағы сұхбат қой, бұл бір арасында әзілдеп қоятыным бар. Бірақ енді бұл әзіл емес, бір қызық болсын деп қойған сұрақ. Егер супергерой болсаңыз, қанша супергерой білесіз? Немесе тылсым бір күш болса сізде, қандай күш таңдар, қандай рөлді таңдар едіңіз? Бұл кішкене қияли, адамның қиялына қарай бастау алатын бір сауал да. Мысалға мен кейде телепат болғым келеді. Кейде болғым келеді. Қызық мен үшін телепат болып, біреулердің ойын не ойлап отырған, мен сеземін, бірақ білгім келеді. Сізде мысалға не?
көзге Мұның- көрінбейтін иә, мұның жаңағыдай. мұның барлығы Невидимка адамның ма? жаратылысы арқылы келетін дүние ғой. Аха. Да? Ә, мен көбінесе бұл адамдарды психологиялық Мгм. тұрғыда жалпы жер бетіндегі адамдар, соның ішінде нәзік жандылардың, жалпы Мгм. айтқанда да, олар тұла бойы нәзік болғанымен, олардың ішкі күші өте жоғары әйел Мгм. адамдар. Олай болса, мен жалпы әлемде, соның ішінде біздің елімізде әйел адамдардың ішкі рухының мықты, жығылмайтын, соларға мынай өзім біреу болғанымен өзімнің ішкі жаңағы күштілігімді әйел адам мықты болады. Иә. Сондықтан соны адамдардың сезгенін қалаймын. Өйткені адамның өмірінде келеңсіз оқиғалар, кедергілер өте көп болады да. Мгм. Адамдардың сүрінетін, өмірден түңілетін, бір тек қана бұл менің басыма келіп түскен қиындық деп қабылдайтын әлсіз жандар да көп болады. Соған байланысты мен жалпы адамдардың өмірде қуанып жүргенін қалаймын. Позитив. Иә. Ол адамның мейлі бір болмашы дүниеге де қуанып, көңілді, ол тек қана еңбекте ғана емес, оның отбасылық өмірінде де, қоғамдық өмірінде де солардың бір күшімді бір сезетіндей деңгейде болса екен деп Шуақ шашып, жақсы көрем. Мүмкін енді бұл сұхбат дегенің, біз былай өмірде достар бар, әріптестер бар, отбасылық жақын адамдарым бар да. Соған қарамастан көп адам өмірде жұмбақ қой. Жұмбақ. Кейде өзің жұмбақ боласың. Бірақ шынтуайтқа келіп қарағанда, мен бала кезімнен қиялды өте жақсы көрем. Дөп-түстім ой деймін, бұл сұрақ. Себебі, именно менің қиялымда адамдардың тек қана бақытты болған қалайды екен. Лайым солай болсын, тілегіңіз орындалсын. Бақытты болсын, өйткені бақыт дегенің әр адам әртүрлі бағалайды. Мына мысалға отан бақыт болған үшін, сол бейбіт отанда өмір сүргеніміз үшін біз бақыттымыз. Ал келешек ұрпаққа білім беріп, тәлім тәрбиені сусындатқан ұстаздар шын бақытты. Қалай, қандай керемет айтылған, ұстаз шын бақытты. Бүгін мерекелік шағылдың соңғы сауалы сізге көп рахмет сұхбатыңыз, шынайы сұхбатыңыз үшін. Көп рахмет Жаңыл Балмұхамбетқызы.